Саламатсыздар ма? Кезекті сабақты бастайық. Бүгінгі тақырып натурал сандардың факториалдарын және комбинаторика формулаларын пайдаланып есептер шығару. Мат сауаттылықта осы тақырыпқа да байланысты соңғы кездері жиі есептер кездесіп жүр. Соны балалар көбінесе түсіне бермейді. Мына леп белгісі деген белгінің өзін не екенін түсінбейді. Мен соған тоқталып өтейін алдымен. Бұл мысалы n деген санның факториалы деп оқылады. n факториал бірден бастап n-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі дегенді білдіреді. Сонымен бірінші есепке көшейік. Мысалы есептеңіз дейді 4 факториалды. 4 факториал деп отырғанымыз, жаңа факториалға біз анықтама беріп алдық. n факториал ол бірден бастапқы n-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісін білдіреді екен. Онда 4 факториал бірден бастап 4-ке дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі дегенді білдіреді. Олай болса 6, 4, 24. Келесі екіншісін балалар өздерің есептейсіңдер. 7 факториал дегенімізді міне осы формулаға салып, яғни бірден бастап 7-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі деген сөз. Келесі үшінші есепке көшейік. Есептеңіз дейді. 7 факториал минус 6 факториал. Бұл тең. Мысалы 7 факториал деп отырғанымыз, ол 6 факториал көбейту 7 дегенді білдіреді. Себебі 7 факториалымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Яғни бірден бастап 7-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі деген сөз. Ал мұндағы бірден бастап 6-ға дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі ол қысқа ғана 6 факториалды береді и көбейту 7-ні білдіреді. Сонда 6 факториал көбейту 7, ол 7 факториалға тең болады екен. Ары қарай минус 6 факториал тең. Енді мұнда 6 факториал мен 6 факториалды мен жақшаның сыртына шығарып жіберейін. 6 факториал 7 минус 1 тең. Мына жерде көбейту. Ал 6 факториалымыз бізде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сандардың көбейтіндісі. 4 пен 5 20, 6 мен 6 36, 36-ны 20-ға көбейтсек 720. Сонда 6 факториалымыз 720-ға тең болса, онда мынаны тең ары қарай есептейік. 6 факториал көбейту 6, ол тең 720 көбейту 6-ны білдіреді. 72-ні 6-ға көбейтсек 432, 0-ді тіркесек 4320 шығады. Сонымен үшінші есептің жауабы 7 факториал минус 6 факториал 4320-ға тең болады екен. Келесі төртінші есеп. Есептеңіз дейді 3 факториал көбейту 4 факториал. Тең деп ары қарай жалғастыра берейін. 3 факториал деп отырғанымыз 1-ден 3-ке дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі. Ал 4 факториал ол 1-ден бастап 4-ке дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі. Ол тең 3 факториал 6 болады екен. 4 факториалымыз 24. 6-ны 24-ке көбейтейік. 20-ны 6-ға көбейтсек 120, 4-ті 6-ға көбейтсек 24, қоссақ 144 шығады. Сонымен 3 факториал мен 4 факториалдың көбейтіндісі 144 деген санға тең болады екен. Ары қарай 5 есеп. 5 есепте 6 факториал бөлінген 3 факториал деген тұр. Ол тең 6 факториал ол 1-ден бастап 6-ға дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі. Ал 3 факториал ол 1-ден бастап 3-ке дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі. Онда біз мына астындағыны бөлімін 3 факториал деп жазсақ, онда мынаны өздерің көріп отырғандай 3 факториал көбейту 4 көбейту 5 көбейту 6 деп жазалам. Олай болса 3 факториал мен 3 факториал қысқарып кетеді де 4 көбейту 5 көбейту 6 шығады. Ол тең 30-ды 4-ке көбейтем 120. Келесі 6-шысын көрсетіп жіберейін. Ол тең 4 көбейту 7 факториал и 8 факториал. Біз тура жаңағы мынау сияқты 5-ші есептегі мысал сияқты 6 факториалды 3 факториалға қысқартқанда алымында 3 факториал кетті қысқарып. 3 факториалдан кейінгі
натурал сандар 4, 5, 6 қалды. 3 көбейткіштің көбейтіндісі шықты. Ал мұнда 7 факториал, ол 8 факториалдың ішінде тұрған дүние. Яғни 4 көбейту 7 факториал бөлу 8 факториалды мен 8 көбейту 7 факториал деп жаза аламын. Олай болса 7 факториал мен 7 факториал қысқарып кетеді екенде 4 бөлу 8 шығады. Ол тең 1 бөлу 2. Сонда 6-шы есептің жауабы В-сы болады екен. 5-шінің жауабы Е, 4-тің жауабы С болады екен. Келесі есеп. 7-ші. Мұнда 6 факториал минус 5 факториал бөлінген 3 факториал дегенде есепте дейді. Онда 6 факториал деп отырғанымыз ол 5 факториал көбейту 6 дегенді білдіреді. Минус 5 факториалды өзгеріссіз жазам. Бөлу 3 факториал. Енді алымында 5 факториал жақшаның сыртына шығаруға болады. Алымындағы 5 факториалды жақшаның сыртына шығаруға болады. Ортақ көбейткіш ретінде. Онда ішінде 6 минус 1 қалады. Бөлу 3 факториал. Тең 5 факториал көбейту 5 шығады. Бөлу 3 факториал. Ал 3 факториал 5 факториалдың ішінде кездеседі. 3 факториал көбейту, одан кейін 4 пен 5-тің көбейтіндісі. Көбейту 5. Ол мынау 5. Тең. Онда 3 факториал мен 3 факториал қысқарып кетеді де 4 пен 5 20, 20 мен 5 100 шығады. Сөйтіп 7-ші есептің жауабы онда Д болады екен. Келесі 8-шіні өздерің шығарасыңдар. Енді 9-шіні көрсетейін. 9-шыда алымында 10 факториал минус 8 факториал бөлу 5 көбейту 9 факториал дейді. Онда 8 факториалды алымынан шығара берем. Ішінде не қалады? 10 факториалға дейін жетпей тұрғаны 9 бен 10 деген натурал сандардың көбейтіндісі. Минус 1. Бөлу 5 көбейту 9 факториал. Ол тең. 90-нан 1-ді алып тастаймын. 89. 8 факториал мен 9 факториалды қысқартам. 9 факториал ол 8 факториал көбейту 9-ды білдіреді. Онда 8 факториал мен 8 факториал қысқарып кетеді де қалады бұнда 9. Тең 89 бөлу 45 шығады екен. Бұл жай бөлшек, алымы бөлімінен үлкен бұрыс бөлшек болып тұр. Онда оны аралас бөлшекке айналдырайық. Себебі мына түрде жауап көріп тұрғаным жоқ. 89-ның ішінде 45-тен 1 бүтін. 1 бүтін 45-тен 44. Аралас сан шықты. 1 бүтін 45-тен 44 ол жауап Б екен. Келесі есеп. 10-шы есепке келдік. 10-шы есепте 15 факториал деп отырғанымыз 15, соңынан санайын, 14, 13 и 12 факториал. Алдындағы 1-ден бастап 12-ке дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі қысқа ғана 12 факториал деп белгіленеді. Олай болса, бөліміндегі 12 факториал мен алымындағы 12 факториал қысқарып кетеді де қалады 13, 14 и 15 шығады. Так, бұны көбейтсек, 15-ті 14-ке көбейтетін болсақ, 15-ті 15-ке көбейтсек 225, одан бір 15-ті алып тастасақ 210. 210-ды 13-ке көбейтейік. Сонда, так, 3, 6, 1, 2, 2, 7, 3, 0. 2730 деген сан шығады екен. 10-шы есептің жауабы онда В жауабы болады 2730-ға тең. 11-шы есепті өздерің шығарасыңдар. Ары қарай 12-ші есепке көштік. Енді 12-ші есепте айнымалылар арқылы беріліп тұр. X плюс 5 факториал дегеніміз нені білдіреді екен? Ол 1-ден бастап X плюс 2 деген сан, X плюс 1 деген сан, және X плюс 1-дің алдында ол X. Көбейту. X плюс 2 деген саннан кейінгі тізбектес сан, келесі сан X плюс 3. Одан кейін X плюс 4,
x плюс 5 болып кете береді. Сонда x плюс 5 факториал деп отырғанбыз, міне мына түрдегі сандардың көбейтіндісі екен. Әрине бұның барлығы да бізде натурал сандар деп есептеледі. Енді x плюс 3 факториал деген не? Ол 1, 2, 3 сол сияқты кете береді. Көбейту x плюс 3, оның алдындағы сан x плюс 2, x плюс 1 және x. Сонда көріп отырғандай, міне қысқарып кетеді. X плюс 3-ке дейінгі натурал сандардың барлығы қысқарып кетеді бір-бірімен. Айналып келіп, сонда x плюс 5 факториал деп отырғанымыз бізде қысқа ғана қалай жазылуға болады? Қалай жазылады екен? Ол x плюс 3 факториал көбейту x плюс 4 пен x плюс 5 деген санның көбейтіндісі. Бөлу x плюс 3 факториал. Мынау түсінікті болсын деп мен жаңа түгел жазып шықтым, әдейілеп. Ал мынау қысқа ғана жазылу түрі. X плюс 3 факториал мен X плюс 3 факториал кетеді, қысқарады. Қалады сонда X плюс 4 және X плюс 5 деген көбейткіштердің көбейтіндісі. Ал бұны жақшаны ашатын болсақ, X квадрат плюс 4X 5X береді 9X-ті плюс 20 деген квадрат 3 мүше шығады. Жауабы x квадрат плюс 9, мынарда z емес x шығар. 9x плюс 20. Яғни жауабы Е. Келесі 13-ші есепті енді мен мынандай қылып ұзыннан ұзақ жазбай қойайын. Түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай былай жазайық. P минус 3 азырақ P минус 1-ден. Себебі P минус 1 үлкенірек. Оның алдындағы көбейткіш P минус 2. Оның алдында P минус 3. Ал 1-ден бастап P минус 3-ке дейінгі көбейткіштердің көбейтіндісі ол P минус 3 факториалды береді. Сонда соңғы P минус 2 және P минус 1 деген екі көбейткіштің көбейтіндісі қалады. Ал мына көбейтінді қысқа ғана P минус 3 факториалды білдіреді. P минус 3 факториал P минус 3 факториалмен қысқарады да P минус 2 мен P минус 1-дің көбейтіндісі қалады. Бұдан жақшаны ашсақ P квадрат минус 2P минус P минус 3P-ні береді. Минус 2 минус 1 көбейтіндісі плюс 2-ні береді. Сонымен жауап 13-ші есепте С. P квадрат минус 3P плюс 2 деген квадрат 3 мүше шықты. Келесі есеп. 14-ші есепке келдік. Мұнда f от A, яғни A-дан алынған f деген функция тұр. Ол тең 2a факториал бөлу 2a минус 1 факториал түрінде тұр. A-дан алынған f функциясының түрі. Бізге тап дейді 4-тен алынған f функциясының мәнін. Ол үшін алдымен ықшамдап алайық. 2a ол 2a минус 1-ден кейінгі тұрған көбейткіш. Олай болса бұны біз 2a көбейту 1-ден бастап 2a минус 1-ге дейінгі көбейткіштердің көбейтіндісі бөлу 2a минус 1 факториалды өзін жазам. Тең. Мұнда 1-ден бастап 2a минус 1-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі қысқа ғана 2a минус 1 факториал түрінде жазылады. Көбейту 2a бөлу 2a минус 1 факториал қысқарып кетеді. 2a минус 1 факториалдар қалады 2a. Олай болса f от a функциясы 2a деген функциямен мәндес болды. Енді f от 4-те есептедеді бізге. Олай болса a деген аргументтің орнына 4-ті қоямын да 2 көбейту 4 тең 8 екенін табамыз. Жауап 14-шіде v болады екен. Келесі 15-ші. 15-шіні өздерің жасайсыңдар торы жаңағы сияқты ары қарай. 16-ші есеп. 16-ші есепте с 12-ден 6 деп тұр. Ол комбинаторика формулалары бойынша с деп отырғанымыз ол теру дегенді білдіреді. 12 элементтің 6-ауынан жасалған теру деген ұғымды білдіреді. Жалпы формуласы
с м элементтің n-нен алынған теру деп оқылады да, оның формуласы m факториал бөлу m минус n факториал көбейту n факториал. Осы формулаға салып, мына мәнді есептейміз. m-нің орында 12 тұр, 6 деп отырғанымыз ол n. Енді осы формулаға салайық. Алымында 12 факториал, бөлімінде 6 факториал, m минус n факториал ол 12-ден 6-ны алып тастағанда 6 факториал шықты. Және n факториал. n деген тағы да мінекей 6. Бұл тең. 12 факториал ол бізде 1-ден бастапқы 12-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі. Ал онда біз 1-ден бастап 6-ға дейінгі натурал сандардың көбейтіндісін қысқа ғана 6 факториал деп алам. Деп алуға болады. Көбейту 7, 8, 9, 10, 11, 12 деп жазып алам. Бөлімінде 6 факториал және тағы 6 факториал тұр. Онда 6 факториал мен 6 факториал қысқарады, ал тағы 6 факториалымыз ол нені береді? Мен алымындағы тұрған көбейткіштерді қайтып жазып алайын. 7, 8, 9, 10, 11, 12 деген натурал сандардың көбейтіндісі. Бөлу 6 ол бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген натурал сандардың көбейтіндісі. Ал бұның мәнін біз бағана есептегенбіз. 720-ға тең 6 факториал. Немесе енді біз мына жерде бұлай қысқарта берейік. 12 мен 6-ны қысқартайық. 10 мен 5-ті қысқартайық. 4 пен 8-ді қысқартайық. 2 мен 2 кетеді. 9 мен 3-ті қысқартайық. Сонымен алымында не қалды? Алымында 7, 3, 2, 11 және тағы да 2 қалды. Бөлу 1 тең. Дұрыс па? Так. 21 көбейту 44. 21-ді 44-ке көбейтсек, так, 800, 924 шығады. Сонымен жауабы 16-шы есептің 924 ол бізде Е. Келесі есеп. 17-шіде А деген әріппен комбинаторикада орналастыру дегенді білдіреді. А деген әріппен орналастыру дегенді белгілейді. А, М элементтің N элементінен алынған орналастыру деп отырғанымыз, ол тең М факториал бөлу М минус N факториал формуласымен табылады. Енді осы формуланы пайдаланып, мына санды есептейік. Тең 4 деп отырғанымыз ол М-нің орындағы тұрған сан, N ол 3, сонда 4 элементтің үшеуінен алынған орналастыруды тап дейді. Орналастырулар саны қанша? Дайын формуланы пайдаланып, алымына 4 факториалды жазам, бөлу 4 минус 3 факториал тең 4 факториал бөлу 1 факториал. 1 факториал ол 1-ге тең, ал 4 факториал 1, 2, 4-тің көбейтіндісі. Ол тең 24. Сонымен 17-ші есептің жауабы асы болады екен, ол 24-ке тең. Ал 18 бен 19-ды осыған ұқсас есептер өз беттеріңше шығарып көресіңдер. Ары қарай екінші бөлімінде тағы да есептер жалғаса береді. Аяғына дейін қараймыз, түсініп алайық. Мен көрсеткен есептердің барлығында қайта-қайта өздерің менен кейін қайталап шығарып көріңдер.